Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін кеседе пісетін духовкада жасалатын ерекше тағамның рецептімен бөлісім келіп отыр. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер өте дәмді шығады. Каналымызға қолдау көрсетіп, жазылып және лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: тартылған ет, және де ұсақтап туралған бір дана пияз, сухари, немесе оның орнына нанды пайдалансаңыздар да болады, жібітіп, жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз және жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін сұйық май қосамыз және де салқын суды қосып, тағы да бір қабат жақсылап араластырамыз. Біз барлығын араластырып болдық. Енді бөліктерге бөліп, әрқайсынан шарик жасаймыз. Дөңгелекті біз кесенің мөлшеріне қарап аламыз. Жұқа болып қалмау керек біздің фаршымыз. Сондықтан мен 5 бөлікке бөліп дөңгелектеп шықтым. Енді пісіретін кесемізді дайындаймыз. Оның үшін сары маймен жақсылап майлап шығамыз. Бұл бізде фаршымыз жабысып қалмау үшін және алынғанда бөлінбей жақсы алыну үшін керек. Неке барлығы майлап болдық. Енді әрқайсына бір-бір дөңгелек фарштан қойып шығамыз. Және де үстінен басып, қабырғасына өте жұқа қылмай, бір келке етіп жайып шығамыз. Кесенің формасы сияқты болады. Жайған фарш өте жұқа болып кетпеу керек. Ол піскен кезде түсіруге қиын болады және бөлініп қалуы мүмкін. Сондықтан бүкіл қабырғасына бір келке жайылуын қараңыздар. Енді соусымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, үстіне сүт, дәміне қарай тұз және де кез келген жасыл шөп. Мен петрушканы пайдаландым. Жақсылап араластырамыз. Соус жеткілікті болу үшін 2 жұмыртқаны қосыңыздар. Мен бір жұмыртқамен жасаған басында жеткіліксіз болып, тағы да аяғында қостым. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Қажетті заттардың нақты мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Енді помидорды алып осылай бөліп шығамыз, өте ұсақтамаймыз және үкіштен сырымызды өткіземіз. Фарштың үстіне ең бірінші сырды жайғастырамыз. Оның үстіне жаңағы бөлінген помидорымызды 2-ден немесе 3-тен қойып шығамыз. Барлығын қойып болғаннан кейін соусымызды бетін өте толтырмай құйып шығамыз. Бұл піскен кезде тағы да біраз жоғарылап көтеріледі. Сондықтан осы бір мөлшерде құйсаңыздар жеткілікті болады. Неке біздің негізгі тағамымыз дайын болды. Енді осыны духовкамызға саламыз. Духовкамыз салқын түрде болуы керек. Осы кесеміздегі тағам салғаннан кейін барып қана духовканы қосатын боламыз. 180 градуста 25-30 минут аралығында тағамымыз пісіп шығады. Бұл тағамның орнына кез келген гарнирді немесе салатты пайдалансаңыздар болады. Мен майонезсіз жасалған свежий салатты пайдаландым. Каналымда рецебі бар, көрсеңіздер болады. Осы
рецепттің астына ссылкасын қойып кететін боламын. Мінекей достар, біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын, үйде жасап көріңіздер. Духовкаға кесен салуға басында қорқақтадық, бірақ ешқандай зияны болмай пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Сыр, ішінде фарш және де помидордың дәмі салатпен өте жақсы үйлесіп тұр. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Альмира, ас болсын.